Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Бүгін бізде қонақта әнші, композитор Медеу Арынбаев. Медеу Арынбаев әнші, композитор. 1967 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Дарбаза ауылында дүниеге келген. 1990 жылы Ташкенттегі эстрадалық студияны бітіреді. Осы жылы Қазақстанның сол кездегі бас қаласы Алматыға келіп, Абай атындағы мемлекеттік университетінің музыкалық факультетіне түседі. 1992 жылы Жас қанат республикалық жас орындаушылар конкурсына қатысып, екінші орынды иеленеді. Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң 1995-1997 жылдары Гүлдер ансамбліне әнші болып жұмыс істейді. 1997 жылы АБК тобының құрамына енеді. Ән салып қана қоймай, өзі де ән жаса бастайды. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келіп жатырмын. Қазір Медеу Арынбаев қайда жүр, неме айналысып жүр? Қазір Медеу Арынбаев үйде жазғы кезеңде біраз демалдым. Балдарымды мен демалғанда бір биыл алыс жаққа шығып жатқан жоқпын. Осы өзіміздің елде туған туыстарға барып аралап қайттым, елге бардым, қайын жұртқа бардым, бала-шағамды Бурабойға барып қайттым дегендей. Осындай осы ақырғы айда біраз творчестводан демалдым. Енді кірісеміз қайтадан. Биыл шетел асып селфи жасаған жоқсыз? Жоқ, ондай жоқ. Биыл олай болған жоқ, уақытты болған жоқ. Соңғы кездері телеарналарда шоу программалар көп, қай арнаны қоссаң да әншілер ән айтып жатыр, әншілерді билетіп жатыр, әншілер тағы да бір Иә, ондай көп. Шоу бағдарламаларда өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Медеу Арынбаевты шақырмайды ма ол жобалардың көбісіне, әлде сіз таңдап барасыз ба? Шақырмайды деп айта алмаймын, шақырып та жататын шығар, бірақ мен көп көрінбейсіз. Көп көрінбей, енді көп көріне бергенде несіне көп көріне береміз, енді көрініп деп алма кезек дүние сияқты көрініп, жастар көрінсін, көрінем дегендер көріне берсін. Мен көрінетін кезде көрінгім келеді, үлкен сахнада әніммен көрінгім келеді. Бірақ шоу бағдарламалардың қатысқанда жөн шығар, бірақ менің ақыры кезде бір шоу бағдарламаларда бір ойын сауықтарда бір қалжыңдарда бір саған сұрақ қойып жатып сенің қайсы жағдайда қалып мүмкін мен бір ойын ойнап жататын шығар. Енді әртүрлі, бірақ аздату керек сияқты енді оны. Шығатын кезде шығып, үлкен әніңмен, мен енді әншімін, сазгермін, әндеріммен. Мүмкін ақырғы бір 2 жылда Қазақстан дауысы болды, сонда сол шәкірттеріммен айналысып жаттым, жұмыстарым, солармен жұмыс істеп жаттым. Может, солардың да салдары шығар деп ойлаймын. Одан кейін қазір шәкірттеріммен де жұмыс істеп жатқан кезеңдер бар. Мүмкін соларға кезек беріп. Продюсерсіз бе сонда? Жоқ, продюсер емеспін. Тәлімгер, соларға Қазақстан дауысынан кейін менің шәкірттерім, қасымда болам деген шәкірттерім кеңес сұрап келіп жатқан екен, оларға кетәрі демейсің. Бір қолыңнан келгенше бір көмегіңді ән жағынан болсын, өңдеу жағынан болсын, ақыл кеңесіңді беріп, дауысын қою жағынан болсын, мәнерін жөнге салып беру жағынан болсын, бір көмегіңді тигің. Мынау мен шәкіртім, осыны мынау телеарнадан көрсетсеңдер, мынау концертте ән салса деп барып ол қолғабыс айтатын кезде мүмкін де ол егер мен танып жатсам ол режиссерлар, ол менің бойымда жоқ қасиет сияқты екен. Енді бір барлық бағдарламалардың жүргізушілері мен мүмкін қоюшы режиссерларын танып қарым-қатынас, нық қарым-қатынас болып жатса, әрине мен солар үшін біраз мүмкін 1-2 ауыз айтар едім, бірақ менің ол жағынан да жоқпын, тек қана өнер жағынан дайындау. Арғарай бағы жанып жатса, егер продюсерлер мен режиссерлардың көзіне түсіп жатса, арғарай өзі алып кетіп жатады. Мен естуімше АБК тобының мүшесі Қыдырәлі Болманов мырзада АБК тобында айтылған хит әндердің авторлық құқығы сол кісіде қалыпты қазір. АБК тобынан сізге мұра ретінде не қалды?
Мен АБК тобынан мұрай ретінде менде не қалды? Менде ештеңе қалған жоқ шығар. Мен мұрай ретінде қалсын деп мен бір Қыдырәлі досымнан сұрап та жатқан жоқпын. Егер мен нағыз бір АБК әнінің тобындағы әннен айтқым келетін болса, мен мүмкін бір-екі әнді айтуға құқығым бар шығар. Енді осындай отырыс жерде гитараны ала салып әудей салуға. Бірақ енді оны жазып, менің өзім күй таспама кіргізіп, оны насихаттап, клип түсіретін болсам, ол басқа дүние. Мен айтатын болсам, авторлық құқығы болман мұрсада ма? Солай болу керек. Мен енді ол жағынан бір қобалжып, бір соған бір күйзеліп, бір соған бір ұйқым қашып жатқан менде жоқ, Құдай ашық. Әнім жетіп жатыр. Айтатын болса, мен тамшылар ән қай жерде де болса айта саламын, гитарамды аламын да. Айтатын болсам, әсел әнін айта саламын. Ол әндерді айтатын болсам, мен қайда, сен қайдасың жұлдызым сияқты әндерді уақытысында, бұл әндерді біз бірге отырып қабылдағанбыз. Өйткені бірге отырып шешім қабылдағанбыз, осы ән бізге ұнайды дегендей. Егер бірақ Қыдырәліде болса бола берсін, бірақ бір адамда болу керек сияқты енді. Бір арнаға берген интервьюіңізді қарадым мен. Сол жерде Абай Беге, Асхат Арғынов деген қазіргі соңғы жылдары танылып жатқан Чип-Чипі бар, Аспанға қараймын бар. Сол кісілерді айтыпсыз. Бұлар бір күндік әншілер, бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ сіздің инстаграмыңызға қарасам, инстаграм парақшаңызда осы Абай Беге досымды оқи жүріңіздер деген сияқты жарнама да жасап қояды. Сонда инстаграмда Құдай-ау мен жоқпын ғой, инстаграмда қалай айтамын? Сәйкестік болмай жатыр ма сонда? Инстаграм деген түсінбесе мен қалай айтамын? Мен инстаграм да бар шығармын енді, бірақ мен жазбаймын ғой, мен көмекшім жазып жүрген шығар енді, кім біледі енді. Осы әншілерге деген ойыңызды айтыңызшы. Бұл әншілер дегенде дәл Абай Бегейдің атын айтып тұрып мен айта алмаймын бір күн. Осы бағыттағы әншілер уақытша деген шығармын енді. Осы бағыттағы әншілер, осы бағыттағы әндер деген шығармын. Осы бағыттағы әндер уақытысында, бірақ өте келе, егер дәл осы әндер осы күндегі тыңдармандардың көкейінде қалып, жастық мынау жас кезіндегі, кейін қайта сағынып ретроға айналуы да әбден, ол да мүмкін енді. Онда жоққа шыға алмайсың қайткенде де. Ал қазіргі бұл бағыттағы әндер мүмкін 1-2 жыл, 3 жылдың ішінде, одан кейін алма кезек басқа әндер жазылып жатады. Осыған қарап, қазір кәсіби бағыттағы жазып жүрген әншілерімізде, композиторлерімізде осы бағыттағы әндерді кәсіби түрінде өрлеп, гармониясын күрделілеу жасап, мүмкін тырысып жатқан шығар. Ол да мүмкін. Біздің бағдарламаға келген көп әншілер айтады, эстрадада, жалпы шоу-бизнесте достар жоқ дейді. Сіздің ойыңыз қалай? Достар бар ма? Олар кімдер? Медеу Арынбаевтың. Достар жоқ. Достар жоқ емес, аралас-құрлас бәріміз жүрміз ғой енді бір қазанда қауышып. Достар бар. Нұрлан Абдуллин, Ринат Ғайса, аралас біз енді. Студияда жұмыс істеп жүрген аралас-құрлас бауыр қарындастар жоқ емес бар. Сонау келе жатқан Жеңіс Искакова, аралас-құрлас замандас. Бірге шыққан кездегі, әрине, сонау бірге үлкен сахнаға шыққан кезеңдегі әншілер бәріңе көзіңе ыстық болып тұрады. Сол кезеңдерді еске алып тұрамыз, жиналып тұрамыз. Қыдырәлі Болман, Ерлан Көкейіп қайткенде де менің сонау кезеңде бір дүркір өткен кезеңді олар әрине менің қасыңызда болған азаматтар менің әрине досым, бауырымыз, бүйрегіміз қайткенде тарып тұрады. Ол қыздарыңыз қазір қаншада? Ұлым, Құдайға шүкір, 10 сыныпқа барайын деп жатыр. Барып жатыр. Қызым 8 сыныпқа барып жатыр, өтті. Үйде балаларыңызбен қалған кезде Медеу Арынбаев қандай? Үйде балаларыммен қалған кезде мен ең бастысы әкемін, жанашыр әкемін,
қатал әкемін деп те айта алмаймын, әрине оларды еркелеткім де келеді. Әй дейтін кезде кейде ғана әй деп қоясын, егер шегінен шығып жаңа айтқанды жаңағы күнделікті тізілімді кезегімен орындалатын сабағы бар, барып келуі бар, мектептен кейінді дайындалатын кезеңдерін егер мүлдем орындамай жатса, әй деп қоятын кезеңдерім бар. Барлық кезде тыңдап әке орын әке, ана орын әке болып. Өнерге келмейді мен балаларым депсіз, бір интервьюіңізде. Енді өнерге келмегенде өнерге қадам баспады. Енді бұл менің ұл қызымның кезеңінде мен өзім өнерде жүргенмін, өнер арқылы мен табыс тауып жүрген кезеңдерім. 8-ші сыныпта мен табыс тапқанмын енді. Тойды мұлақта жүріп, ансамбльді ойнап, ол кезде вокалдық, инструменталдық ансамблі ВИА. Сол кезде мен солист болдым, гитарада ойнап, 8-ші сыныптан бастап мен өз күнімді өзім көріп өткенмін. Енді бұл менің ұл қыздарым, ұлым әрине талабы бар еді, өнерге деген талғамы бар, тез сіңіріп алатын қабілеттері бар, өнерге деген жақсы қабілеті бар еді. Бірақ өнерге өзі қаламады, бір құлшыныс көрсетпеді. Өткенді көрген шығар, енді өнердің оңай емес екен, бір бизнес саласында жүргісі келді екен, солай бір экономика саласында жүргісі келді. Ал қызым менің спорт саласында жүргісі келді. Гимнастика, фигурное катание дейді, жаңағы сырғанау. Бірақ оғанда мен өзім қатты итермелеген жоқпын. Енді ол спортты мен жақсы түсінемін, спорт деген өте ауыр жол болғанымен, ауыр жол өтіп болғаннан кейін сен далада қалатыныңды тағы мен көп спортшылардың көзімен көріп жүрмін, аралас-құрласпын. YouTube деген әлеуметтік желі бар, сол жерде Медеу Арынбаев деп терсен, Медеу Арынбаев келіншек іздеу үстінде деген сияқты роликтер пайда болады. Не деген солай жарнама кетіп жатыр ма? Сендер YouTube қарайсың-ау деймін. YouTube енді ақпарат іздедік қой. Сізбен кездесер алдында әртүрлі әлеуметтік желіден сіз туралы ақпарат іздедік. Сол кезде YouTube әлеуметтік желісінде Медеу Арынбаев өзіне жолдас, келіншек іздеп жүр дейді. Қаншалықты рас? Қандай жорылас екен айтсаңдаршы енді, бір маған түсіндіріңдерші енді. Мен YouTube'та да не дейді жаңа алдындағы айтып жатқан жаңа бірдеңе Инстаграмда да жоқпын ғой, мен өзім жоқпын. Менің атыммен Инстаграмға жарнама үшін менің жаңа көмекшім Әсет жазып тұратын шығар, енді сөздің ашығы енді. Мен өзіңіз отырмайсыз? Өзім отырмаймын, түсінбеймін, қалып кеткенмін, отырғым да келмейді, онымен мен басымды қатырғым да келмейді. Мүмкін сол қалып кеткен дүние ғой енді. Мен қолымда айтып жатырмын ғой, мен естенге жасырмаймын. Nokia телефоным бар. Ұл қызымда барлық телефонның түрі соларда ғана. Ұлымнан сұраймын, анаған жібере салшы, былай жібере салшы, ананы түсіре салшы деген әңгімелер. Жоқ, ол келіншек іздеп жүр дейтін келінбейді, ол дұрыс емес, өтірік. Егер кездесіп жататын болса, тағдыр сүйікті жар кездесіп жататын болса, әрине болар, бірақ болмай жатыр. Мен әлі оны іздестіріп, қарастырып, мен ағайын туыстым, жеңгелер, ондайларға Инстаграм неге арқылы шықпайды, ондар қазақта бір жеңгей салаты, бір ауылды көрші ауылдан, ана жақтан, мына жақтан, жоқ ондай, ол өтірік дүние. Ол менің табиғатыма келмейтін. Бәрі өнерде толқынмен болады дейді ғой, бір кездер АБК ең үздіктер қатарында болды. Медеу Арынбаев үздіктер қатарында. Медеу Арынбаевтың жаңа хиттері қашан шығады? Жаңа хиттері, жаңа клиптері. Жаңа хиттері шығып жатыр, шықпайды демесі болып жатыр. Хиттер жазылып жатыр. Қазірде жарыққа шығады, күздің күні мен қайтадан бір 3-4 ән күй тоспаға жетпей жатқан 3-4 әнді мен аяқтасам, күй тоспа шығады. Соның ішінде мен ойлаймын, бір емес, екі емес, 3-4 хит шығуы мүмкін. Егер ол әнге әрине бір уақыт бөліп, жаңа өзің айтпақшы клип түсіретін болсаң,
ротацияға салып, бір артына салып, бір итермелеп десең барлығы хит болып кетуі мүмкін. Бірақ енді оны қазір сұранысы хит айтып жүргендер өте көп. Солармен жарысып тағы бар. Клип түсіру. Әрине мен осы бір күзге қарай, күзде бір клип түсіру ойым бар. Енді 3 әннің ішінен бір әнді таңдау ауырлау болып тұр. Әрине қаржы жағдай болатын болса, клипті түсіре берсең әрине болар еді. Бір 2 емес 3 клипті жастармен жарысып біреуін Гаккуге салып қойып, біреуін Муз ТВ-ға не көптеген каналдар көп қой енді олармен. Олар не үшін қажет дейсің, кейін ойлайсың. Сонда мен бұлаяқ шақырылып жатсаң, бұлаяқ еленіп жатсаң, құрметтеп жатсаң. Қашан бардыңыз соңғы рет тойға? Тойға? Мен ағайын туыстардың тойынан кеше ар күні қайттым осы. Ағайын туыстардың тойларынан қайттым. Гонорарға баратын той? Гонорарға баратын тойға ертең шыға. Қаншаға шақыруға болады Медеу Арынбаевты? Шақырасың ба? Бағасы? Көмекшіңді жібер, кездесейік. Мен көмекшіммен кездесін өздері. Жоқ, халық білсін деген ой ғой. Халықты қазір мақтанғандай болып қайтесің оны. Халық білмейді емес, бәрін біліп отыр ғой. Кімнің қанша пример. Мен аса қатты, аса бір жоғары асқақтатып айтып жатқан баға жоқ менде. Аз да берсең, үзбей бер деген саясатпен жүрген жағдайымыз бар. Сіздің ең басты кемшілігіңіз? Ең басты кемшіліктер көп қой енді. Жаңа айтып жатқаным, заманнан қалып кетіп жатқан ол да кемшілік шығар енді қазір. Заманнан қалып. Бірақ енді менің қасымда жүрген бауыр қарындастарым заманнан қалып жатқан жоқ. Құдайға шүкір, соларға арқа сүйеп жүрген жағдайымыз бар. Қасиетті, ол еріншекті, қасиетті жоқ емес бар. Ол бізге енді өнер азаматы болғаннан кейін ол да болатын шығар. Бір таңертең 9-да емес, таңертең 11-12-де емес, 8-9-да оянып, жаңағы шалып қалып кетіп жатсаң, бір бауыр қарындастарымыз бар ғой, теледидардың өзің айтпақшы түспейтін, соларда жүре берсең бір жағынан сүйкім кете ме деп ойлайсың? Сүйкім кетесің, ол да кететін шығар, ол да дұрыс емес шығар. Ортасын бір ұстау керек болып тұр ғой өнерде. Қазақстан Республикасының қаржы министрін білесіз бе? Кім екенін? Дәл қазір қаржы министр ойбай Құдай-ау. Бақыт Сұлтанов деген азамат. Жалпы елімізде болып жатқан, шет елді айтпай ақ қояйын, елімізде болып жатқан басты жаңалықтарды білесіз бе? Жалпы қаншалықты осы болып жатқан жаңалықтарды қарап отырасыз бағдарлап? Енді қарап отыруға тура келеді. Көбінесе мен енді қаржы дағдарысы ол түсінікті ғой барлығымызға. Өсіп кету, долларымыздың әлемдегі қаржы дағдарысы, мұнайдың құлауы. Кеше ғана біздің футболдық командамыздың қуанышы, бүкіл мен өзім нағыз футбол жанкүйері болмасам да, енді жолдас бауырларымның қуанышында шек жоқ. Біздің Астана командамыздың бүкіл әлемдік лигаға өткені, соның өзі бізге үлкен қуаныш. Елімізде кеше ғана болған девальвация сізге әсер етті ме? Көп әншілер айтып жатыр енді доллармен емес теңгемен алатын болдық гонорарды деп. Жоқ, қайткенде де өтірік айтады, ол доллармен алады бұл әншілер қайткенде де. Бірақ енді асқақтатып баяғыда емес, біраз түсуі мүмкін. Баға түсуі мүмкін. Қайткенде бізде халықтың жағдайын білеміз. Түсуі мүмкін, иә. Доллармен алады қайткенде де. Қашан соңғы рет қарызға ақша сұрадыңыз? Кімнен сұрадыңыз? Ой, қарызға сұрайтын, оны айтатын болсаң, ол үлкен не? Өткен жылы мен пәтер алдым, соған мен үлкен біраз қомақты қарыз емес, қарызбын. Бірақ енді ол сенімді азаматтардан, ағаларымыздан. Рахмет студиямызға келіп, шынайы сұхбат бергеніңізге. Опты. Назарларыңызға рахмет. Эфирде болған сұхбат. Бүгін бізде қонақта болған әйгілі әнші, композитор Медеу Арынбаев. Эфирде жүздескенше.